Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметте молочный коктейль жасайтын боламыз үй жағдайында, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: персиктің өзінің сиропы қажет болады, сүт қажет болады, және персиктің дәмі бар балмұздақ қажет болады, яғни персиковый мороженое. Одан кейін барып, қаласаңыздар қатты суық қып ішкілеріңіз келсе, онда мұз қоссаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызды аламыз да, осы ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Сүтімізді құйғаннан кейін оған жаңағы сиропымызды, мороженныйымызды салып, егер қаласаңыздар мұз қосып жіберсеңіздер болады, қатты суық қып ішкілеріңіз келсе. Ал егер қоспасаңыздар да өзі кішкене салқындау болады, өйткені сүт өзі суықтау, оның үстіне жаңа балмұздақты қосамыз, сонымен бірге өзі салқындау болып шығады. Бәрін араластырып салғаннан кейін міндетті түрде миксермен миксерлейтін боламыз. Егер сіздерде миксер болмаған жағдайда қолмен істесеңіздер болады, бірақ оған ұзақтау уақыт кетеді. Миксердің өзінде жоқ дегенде 4-5 минут ең үлкен жылдамдығында жақсылап айналдыру керек болады. Себебі коктейльді жасаған кезде астында кішкене қоюлау сүті шығу керек та, үсті кішкене пенка болу керек, яғни көпіршіктері болу керек. Сонда әдем болады да, дәмі үлесіп. Қаласаңыздар кәдімгі пісіп тұрған персикті кішкене қосып жіберсеңіздер болады ішіне. Ол да дәмін жақсы шығарады. Осымен біздің міне молочный коктейліміз дайын болды. Персиктен ас болсын, жасап көріңіздер. Міндетті түрде ыстық күнде керемет болады. Енді балалардың ең сүйікті сусындарының бірі ғой. Сондықтан үй жағдайында жасап, жақындарыңызды қуантып, осы коктейльді ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын. Менің каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар.